Жастарда жаңашылдық көп. Мен қазақ тілі жағына көп жаным ауырады. Бояу қанық дүниені бере алмай, баланың бойына сіңіре алмауымыздың өзі өкініш дейді. Рауан баспасында артығы жоқ, ешқандай кемшілігі жоқ бағдарлама еді. Кітаптан бір дені түзу нәрсе, іліп алатын нәрсе болған жоқ қой. Жақсы оқулық, ол балалардың ой санасын биік әлемге, биік өлеуге жетелейді дейді. Енді ана жердегін оқып отырып, менің қаным миыма шықты ғой. Әттеген айлар қаншалықты жиі кездеседі. Олардың атын аттап та бере аламын, бірақ енді қажеті қанша. Армардақты ағайын алқалы әлеумет, сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел деп хакім Абай данамыздың әрбір сөзінде үлкен салмақ жатыр. Осы салмақты біріміз сезінеміз, біріміз сезінбейміз десе де, осы риясыз сұхбаттың өзі күні бүгінге дейін өздеріңізге жолдама алса да, соның ішінде жасы болсын, жасамысы болсын, айтар бар абзал ақсақалдарымыз бен даналығы бойына біткен жастар да өзіндік ой өресін осы ортамызға келіп бөлісіп отыр. Ендеше таныс болыңыздар. Белгілі ардагер ұстаз, біздің аяулы апайымыз Айтолқын Бектемірқызы. Қош келдіңіз, апай. Рахмет. Қиын да болса оңай, оңай да болса қиын дейді. Қазақтың осы бір сөзі кейде жанға демеу, бойға қуат, ойға рух тартса да, көңіл көкжиегімізде бір серпін алмай тұрмайтын дүниелер болмайды. Сіздің осы соңғы кездері бір есте қалған дүниелеріңіз бар ма, апай? Бәлкім өткен шаққан өлген кезде сіздің жан дүниеңізді тебіренткен, елжіреткен, езілткен десем қалай? Ол енді біз ұстаз болғаннан кейін, сол салада біраз қызмет атқарғаннан кейін, сол өзіміздің алдымыздан өткен, тәрбиелеп өсірген балаларымыздың жетістігі, содан кейін өзіміз кішкене басшылықта да жүрдік, сондағы тәрбиелеген ұстаздарымыздың жеткен жетістігі солардың өзі толғантады. Өз балаларымыздың ептеп жетістіктері болса, ол да сол тәрбиеленушілердің қатарында болды ғой. Солардың бәрі көңілге медет, Аллаға шүкір. Яғни бір буын өзіңіздің балаларыңыздан өсіп өнген немерелер бар, шөберелер бар, шөмшектер, бұлар Құдай берсе, бірақ сол ата-ана үшін перзентінің бір жетістікке жеткенінің өзі бақыт. Илайым, ұстаздық жол дегенді сіз осы жастың биігінен алып қарағанда, қазіргі ұстаздар мен бұрынғы ұстаздарды салыстырмалы қарағанда ненің бар екен, ненің жоқ екен сезінесіз, апай? Жалпы біз сол енді өткен ғасыр дейік қой. Сол ғасырда жүріп мамандық таңдадық, оқуға түстік. Сол кездерде бізде жалпылама, бізде мынадай сөз болатын, ол педагог адам жанының инженері дейтін. Ал енді өзіміз соны істеп бастаған кезде оны білдік. Педагог, ол оқытушы, ол ақын, ол сценарист, ол жүргізуші, ол тәрбиеленуші. Жалпы мынау ақындыққа қатысты айтады ғой, жер бетінде бір тікен шығатын болса, ол сөзсіз ақын жүрегіне тиеді деп. Ақын жүрегі арқылы өтеді дейді. Сол сияқты мына ұстаздардың алдында да өздері барлық тәрбие жұмысы, оқыту жұмысының барлығын өздері жоспарлап, өздері соның бәрін іске асыратын болғандықтан, оның барлығы мұғалімнің, ұстаздың алдынан өтеді. Сондықтан қай кезде болса да ұстаз қалпында қалады. Ол ізденуші, өз заманның талабына қарай соған жауап беру үшін, немесе кейбір кезде әлгі опережающий метод деп жатады. Жаңағы алдын ала біліп, оны да қолданатын кездер болды. Сондай әдістермен жұмыс жасадық қой. Ал енді мына қазіргі күнгі ұстаздардың жұмысы одан да өте терең. Тіпті олар жан жақты десек болады. Біз пенсияға шыққан кездерде мына жаңа обновка деп жатты ғой, міне солар басталып жатты. Аллаға шүкір, біздің осы салада жүрген ұстаздар армиясы соны жақсы бойларына сіңіріп шықты. Бүгінгі күні ұстаздарға бұрынғы көзқарастармен талай түрлі көзқарастар болды, онымен қарауға болмайды. Бүгінгі мектептегі жұмыс жасап жатқан педагог, ұстаздар жан жақты. Тіпті оларға қойылатын талап та көп. Бірақ десе де әр буынның үлкен толқын есейіп, даналыққа жеткен кезде өзінен кейінгі буынына көңіл тола бермеушілік деген табиғи дүние. Ол сонымен іркес-тіркес жүріп отырмаса, онда қоғамның қайшылықсыз дамуына әсер етуі мүмкін.
Бірақ сіздер көрген үлкендер, сіздер алған тәрбие, сіздер бойға тартқан рухани құндылық қазіргі педагогтардың бойынан табыла беру не қайым ғой? Десе де, олай аса түңілуге болмайды деп ойлаймын. Бізде енді қазір немерелеріміз бар, өсіп жетіліп жатыр. Олардың оқулықтарымен де, мектептегі сабақтарымен де кейде қатысып та жүрмін. Жалпы түңілуге болмайды. Біздің жастарымызға сенім артуға болады. Жақсы, әсіресе мен бастауыш класстарда көбірек балалар жаңа көрші қоланың бәрі келіп апам мына жерге көмектесіп бер, немесе жаңа мектепке де барып қатысып көріп жүрмін. Жоқ. Қазір мектепте мұғалімдерге қойылатын талап та жақсы, ал сол талапқа сай өз бетінен ізденетін ұстаздар көп. Ал енді бәріміз де сол институттың бағдарламасын оқып шықтық. Енді біздің кезіміздегі білім қасаңдау болатын. Оның үстіне әсіресе мына жоғарғы оқу орнын бітіргендер тек қана теориямен келетін, қайта училищені жаңағы колледжді бітіргендер, олар көп әдістемелерді үйреніп келеді. Ал жоғарғы оқу орнын бітіріп келгендерде жаңа дипломды ғана құшақтап келетінбіз. Жоқ, қазіргі жастарда да солай ғой. Енді методикалық жаңағы әдістемелік жағы соншалықты көп жеткізіліп жатыр ма? О жағын енді жоғарғы оқу бағдарламасын мен таныс емеспін. Ал бірақ қазір жастарда жаңашылдық көп. Олар жан жақты ізденеді. Жан жақты оларға материалдар да көп, мүмкіндіктер де көп. Десе де, алдында сіздің алдыңызда бір педагог келді. Менің мынау Самал Зәкірияқызы деген әріптесіміз, замандасымыз, тілеулесіміз бар. Сол кісінің айтуында қазіргі қазақ тілі әдебиетінің дамуына қосылып жатқан мектеп бағдарламасындағы дүниелерді қарап отырып, кейде жүрегің езіледі. Әттеген-ай, біз осындай дүниеде өзіміздің төл әдебиетімізді, төл тарихымызды өзіміздің отанымызда тұрып оқып, қанық бояу қанық дүниені бере алмай, баланың бойына сіңіре алмауымыздың өзі өкініш дейді. Сіз бұған келісесіз? Келісемін. Ол хабарды тыңдап көрдім. Расында да айтып отырмын ғой, бұл жерде мұғалім, ұстаз, мектепке келген маман тек қана дипломның иесі емес. Келдің ба, сол қазанда қайнауға түсіп кетуге дайын тұруың керек. Сондықтан оның жаңа кемшін жерлерінің барлығын толтыратын өзіңіз ізденуің керек. Ойлануың керек. Осы бір ақын жазушылардың кейбірінің бір естеліктерін оқып қалдым. Маған осы идеялар қандай да болса бір ойлардың барлығы түнде есіме түседі деп. Сол айтпақшы, бір күн, екі күн ұйықтамай шығу деген ол қанша идеялардың, қанша бір хикаяттардың көз алдыңа келетіні, жоспары дайын болады. Міне сондайларменен жұмыс жасалды. Бәрімізде сондай баспалдақтардың бәрінен өттік. Жандық қинау емес қой ол жерде. Жанымыздың өзінің құштарлығыменен солай жұмыс жасадық. Ал енді өткендегі сіз айтып отырған кісінің сөздеріне толық қосылам. Ол кісінің айтқаны көбінде бағдарламаларға қатысты айтылды. Бағдарлама жағы шынында да кемшін тұстары өте көп. Енді әдебиет жағын ол кісі көп айтты. Мен қазақ тілі жағына көп жаным ауырады. Қатты жаным ауыратыны сол, мен өзім екінші мамандығым болған, бірақ дипломсыз бірнеше жыл осы қазақ тілі мен әдебиетін де жұмыс жасадым. Оның бір қызықтары да бар, оны айта кетем. Ал енді мына жерде осы қазақ тілін 2000 жылдың 14-ші жылдары жоқ. 14-ші жылдарға дейінгі кезеңде біз бұрынғы келген Рауан баспасынан шыққан оқулықтармен жұмыс жасап келдік. Өзгеріссіз келе жатқан оқулық бағдарламасы өте тамаша, бас аяғы жиналып, өте тамаша бір жүйеленген нәрсе болатын. Ол кездерде тіпті бір 2 апталық уақытта барлық қазақ тілінің бүге-шүгесіне дейін сауатты жазу, тыныс белгілері және тілдік ерекшелік стильдердің барлығын 2 апта дайындықтың ішінде балаларға беретінбіз. Мен өзім физика мамандығынан да балалар дайындап жүрдім. Ал енді кейбір отбасылар болды.
жаңа жағдайы келмейді, енді жан-жақты жаңағыдай елдерменен жұмыс жасауға, мен соларға өзім өз тарапымнан жинап алып, оларменен дайындық курстарын өтіп жүрдім. Сонда 2 жетінің ішінде бас аяғын жинақтап беретінбіз. Ал енді сол 14-ші жылдардан кейін басталды. Кейбір кісілер жаңадан бір жаңашыл әдістемелерін кіргізді. Енді жоғарғы жақтағы оқу орнындағы кісілер, олардың атын атап та бере аламын, бірақ енді қажеті қанша, солар өздерінің жаңашыл теорияларын кіргізіп бастады. Солардың өзі ол жерде артық болды. Сол кезге дейінгі, мынау енді осы айтылып отырғаным жаңағы кейбір кісілердің құлағына алтын сырға болып, осы қазақ тілі оқулығын қайта жазатындардың құлағында қалса, Рауан баспасында артығы жоқ, ешқандай кемшілігі жоқ бағдарлама еді. Сол бағдарлама толық балаларға сауатты жазу, тыныс белгілері, әсіресе мынау өзіңізде осы салада сіз білесіз, мынау шылауларды негізгі сөзге қосып жазып, кәдімгідей атағы дардай кісілердің де, немесе бір енді ол корректорлардан кетіп жататын қателік болатын шығар. Сонда да болса осындай қателіктерді көрген кезде мен жаным ауырады. Бірақ бұрынғы бағдарлама осылардың барлығына жүйелеп тұрып бағыт беретін жақсы бағдарлама еді. Міне сондықтан мұны кейінгі кезде ол ма, жаңа қуырдақтың несін, көкесін түйе соғында көрерсің деп, мынау Атамекен баспасынан шыққан оқулықтар шыға бастағаннан бері тіпті қойыртпақ болып кетті. Осы 2016 жылдардан кейін мен өз немереме жаңағы енді оқытып, мынаның сауаттылығын ашайын десем, кітаптан бір дені түзу нәрсе, іліп алатын нәрсе болған жоқ қой. Енді ол жерде тіпті керемет, сол әліге дейін жалғасып келе жатыр. Мынау дәл қазір менің үлкен немерелерім қолымдағы 7-5 класста оқиды. Қайбір күндері ашып қарасам, қазақ тілі оқулығында тақырып жоқ қой. Мысалға шылау, немесе шылаудың арасындағы немене дәлгі жалғаулық шылау, бәлен шылау, олардың ережесі, оларға жасалатын жаттығу, оны мынадай сұрақтар деген жоқ. Ол жерде кәдімгі бір құлақ қағыс ретінде берілетін кәсіптік бағдар ғой деймін, жоқ тақырыптық бағдар ма, сондай ғана қара сөзбен жазылған бір кішкене ғана қосымша бір материал сияқты берілген. Ал енді ол мәселенің ішінде жануарлар дүниесі, жаңағы менің жақсы көретін нәрсем, хоббиім, жолда жүру ережесі, енді ана жердегін оқып отырып, менің қаным миыма шықты ғой. Өткендегі маманның айтылғаны, ол енді әдебиет жағынан көп нәрсені айтты. Осы жолы мен қазақ тілге өте қаным қайнағанда, енді ананы оқып жүрген қайда балаларымызда кішкене болса да сауаттылық бар екен деймін. Үйде мен көбінде өз балаларымды жаңағы осы тыныс белгілерінен, осы жүйелілікке біраз жұмыс жасаймын. Көршілерім балалары келеді, кейде ненің не екенін ажырата алмай, сол кездерде осындай нәрсе берем. Бұлардың барлығының несі, бастамасы оқулықта жатыр екен ғой. Ал енді қазіргі бағдарламада соған сәйкес беріледі. Мұғалім байқұстар ананың барлығын игеру керек. Ол жерде жаңағы табиғатты қорғауда, соның ішінде жалпы мынау тәрбие жұмыстарына біздер баяғыда жеке сала бойынша дене тәрбиесі, табиғи экологиялық тәрбие, ата-аналармен жұмыс дегендердің бәрін беруші едік қой. Тура солардың барлығын тек қазақ тілі оқулығына әкеліп енгізіп қойған ғой. Сондай өкінішті, бұл мына қазақ тілінің оқулығын қайта жазбаса болмайды. Жаңашылдықтың ешқандай да қажеті жоқ. Бұл ескішілдік емес, бұрынғы жүйеменен алған білім, сол нақты жүйесіменен. Енді осы жағында, осы Казгуды бітірген кезінде, менің кезінде оқушым болған, мен жаңадан физиканы беріп бастағанда, кейіндер маған ол келін болып шықты. Одан көрші ауданда, сол ауданның ішінде көрші мектепте істеген менің оқушым болды. Өте жақсы, талантты, жаңағы үлкен не дейміз әлгі өздеріне
бекітіліп қойған апайлары болды, соларды басып озып жұмыс жасады. Бірақ сол оқушыма айтам да мен саған бір жүйе берейін, әлі енді сенің келешегің алдыда ғой, Құдайға шүкір. Осыменен сен тіпті бір аптаның ішінде өзің оқытып жүрген оқушыларменен қазақ тілін бір аптада нүкте қоя аласың. Өзіңнің оқытқан оқушыларың болса деп, сол жүйені өз оқушыма да ұсынғам. Ол оқушым қазір Талдықорғанда тұрады, мақтанышым. Қазір мына Қазақстан жаңағы оқу үздігі атағын алды, міне 1 жылдан асты. Өте тамаша, өзінің ұстанған бағыты бар, жұмыс жасап келе жатыр. Міне сондықтан осындай мұғалімдер қолдайды деп ойлаймын. Бұл қазақ тілі әрине оқулығына қайта баспа керек. Әрине. Және бұрынғыны ескеру қажет. Бұл мемлекеттік деңгейде қолға алынуға тиісті шара. Бұл кез келген зиялылардың барлығының үндеуі де, тілегі де, ниеті де осы. Өйткені бала өзінің жас шамасына, деңгейіне сәйкес емес бағдарламаларымен қаруланатын болса, онда кейін келе оны психологиялық ауытқуына, сөз танымын терең түсінуге, байыптауға хал-қадірі жете бермейді. Тағы бір нәрсені қосып кетсем, осы жерде бізде қазақта екпін деген жоқ. Енді орыс тілінде ол екпін бар. Сол екпінді мен өзім айналамдағы кісілерге де айтам, екпін деген сөйлеу мүшелерінің ішінде. Біздегі 5 жаңағы сөйлеу мүшелері бар. Соған екпінді баяндауыштың алдындағы сөзге қойып отырып, не туралы айтқымыз келеді, сол сөзді ол баяндауыш, толықтауыш бола ма, ол анықтауыш бола ма, тіпті ол бастауыш бола ма, баяндауыштың алдына қойып отырып, соған екпін түсіре отырып, не туралы айтылып жатқан әңгімені білуге болады дегенді айтқым келеді. Өйткені қазір тіпті журналистеріміздің өздерінде де осы қателіктер кетіп жатады. Сұрақ қойған кезде олар жаңа бастауыштан бастаймыз деп ойлайтын болу керек. Сұрақ қойғанның өзінде сұрақ дәл қай нәрсені сұрап тұрғаны, немесе нені білгісі кеп тұрғанын ажырату мүмкін емес. Дәл сол сияқты жауап берген адамда дәл соны нақтылай алмайды. Сол сияқты көңіл бөлетін нәрселер өте көп. Әрине. Өйткені бұл сауаттылыққа байланысты. Өйткені кез келген адамның, жаңа айттым ғой, баланың тай-тай етіп шірет дүниесін ашқан күннен бастап біздің үлкендер бесік жырымен, әлди-әлдимен, не болмаса ұлттық құндылық, дәстүр, талғам дәстүрге байланысты баланың бойына бүкіл бабадан келатқан қасиетті де өсиетті бір кісідей сіңіре білді. Енді әңгіменің ауанын кішкене басқа жаққа бұрайық. Апа, енді сіздер көрген заман, сіздер көрген өмір, небір игі жақсылардың, майталма мамандардың сөз сүлейлерінің өмір сүрген кезеңі болды. Сол кісілермен жалпы өзіңіздің туып өскен ортаңызда, үлкен кісілерменен әңгіме барысында қарым-қатынас, осы бір үзіліссіз іңкәрлік, сіз немен байланыстырасыз? Естеліктер жағын кішкене толықтыра кетсек. Жақсы. Мен осы оңтүстік Қазақстан, Арыстың төңірегі, ауылды жерде өстім. Үлкен шаңырақта, үлкен атамыз 97-ге келіп қайтты. Мен 10-шы класс оқып жүрген кезде, ол кісілер неше түрлі зобалаң өмірдің барлық қиыншылықтарын көрген. Және өте тарихи жағдайлары өте көп екен. Ол кісілерменен біз бала кезімізде енді білесіз, біздің оңтүстік өнердің де, тәрбиенің де қайнаған нағыз ордасы деуге болады ғой. Мен жас кезімнен өз өнер жағына көбірек, өнер болғанда қол өнер жағында көбірек жүрдім да, сол аталарымыздың әңгімесін кезінде ести алмаған екем. Соны кейін естілген кезде үйге жаңа құрдастары келеді, ол кезде 100-ге жақындап қалған кісілер, олардың қауқылдасып бір-біріменен жүздесуінің өзі керемет. Соларға шай құйып беріп жүріп, аңғарып қарасам, атам деген өте терең әңгімелер біледі екен, тарихи жағдайлар біледі екен. Сонда ойланатым, осы мен 10-шы класты бітіргеннен кейін атамның қасында 1 жыл жүріп, бүткіл осы кісінің әңгімесінің бәрін жазып алам деп жүрдім. Сөйтсем, өкінішке орай, сол жылы атам әлгі біз енді қанша жасаса жасай береді деп ойлайды екенбіз ғой. Сөйтсек, ол кісі өте бір жеңіл түрде аяқ астынан кетіп қалды. Одан кейін өзімнің әкем де ауылдың үлкені қариясы болды. 100-ге келіп осы 12-ші жылы қайтты. Біздің үйіміз жалпы өте үлкендердің ордасы, ауылдың ең бір діңгегі сияқты үй болды. Атамнан келе жатқан тәрбие,
Ол кезде үлкен әжеміз болды, өзімнің әкем, шешем, олар да үлкен кісі болды. Сонда үйге жан жақтан кісілер келіп жатады. Осы жан жақтан келіп жатады. Сол келген кісілердің барлығының кім екенін білеміз. Иә. Ал енді кейде келіп, атам жаңағы ұлғайған кезде үйге бір балалар жастары келіп қалса, балам қай баласың дейді. Бәленшен баласың ғой десе, бұл өзіміздің балакесің дейді. Содан енді біздегі сол бір аталарымыздың барлық ниеттері, пейілі бізге сіңген болу керек. Бүткіл біз араласатын кісілердің барлығы біздің туысымыз, біздің туғанымыз деп қабылдағанбыз. Сондықтан өзім 24-тен асып барып тұрмысқа шықтым. Сол кезде нағыз ұзын арқау, ұзын арқан, кең тұсау болып өсіп, бүткіл оңтүстіктің тәрбиесін, ұлттық құндылықтарын бойға сіңіріп өстім-ау деп ойлаймын. Енді сол үлкен кісілерден қалған бір өсиет сөздері болады. Бір естілмеген сөздерді кейде әттеген осы сөз сол кезде сол кісілерден естіп едік. Мынау өмірімде қолданды ғой дейтіндей сәттер талай рет кезіккен шығар аталы сөздерге байланысты. Әрине, ондай нәрселер өте көп болды. Өте көп болды. Жаңағы біздің атамыздың өзіміздің балакесің ғой, немесе бұл өзіміз ғой деп жаңа келген кісінің барлығын төріне шығарып, жаңағы құшағын айқара ашуының өзі, содан кейін барлығы да біздің баламыз деп, жаңа ағайын туғанның барлығын бір кісідей жаңағыдай екемдеп, бауырына басып жүру. Ол атамда да, берге келген әкемде де болды. Енді қазір міне сол бауырларыма сіңіп келе жатыр, Аллаға шүкір. Соның барлығын енді сөзбен демесем де, ол кісілер ісіменен дәлелдеп кеткен кісілер ғой деймін. Мына оңтүстік өлкесі қасиетті талай киелі майталмандар, өнер қонған, небір өнер майталмандары туған жер, әулиелер, әмбиелердің сүйегі қалған жер деп жатамыз. Анау Қожа Ахмет яссауиден бастап, анау Арыстан бабтан бастап, сол қасиетті орда, қасиетті өлкенің тумасы болғаннан кейін, мына біздің дәстүрге, мәдениетке, ұлттық рухқа бай өлке болғаннан кейін, сіздің жалпы педагогикалық қырыңыздан бөлек, бала кезіңізде жастанып өскен өнер түрі молынан кезгесін шығарады. Иә, дұрыс айтасыз. Ол елдегі жаңағы әулие әмбебаптық, тарихи тұлғалардың болуы, ол бір төбе, ал өнер деген әрбір үйде болды ғой. Менің әжем өте өнершіл кісі болған екен. Сол кісілердің жас кезінде тоқыған кілемдерін осы біздің әкелеріміз сол шешелерінің көзінде етіп, жаңағы аттың үстіне тоқым емес, жаңағы аттың ердің үстіне салып жүргендерін көрдік. Сонда мынау әжелеріміздің де жаңағы тонды өңдеп, аталарымыз тонды теріні өңдейтінде, соларды бояп, тігіп, соны кейін жаңағы неменеді? Түйенің жүнінен шекпен жүн иіріп, соны шекпен тоқығандарын да көрдік. Сондықтан бұл өнер дегеннің өзі бір төбе. Бұл өнер дегеннің өзі бір төбе. Мынау оңтүстікте міне кейінге дейін барлық өнердің түрі келді. Дәл қазіргі кезде кішкене тоқтаңқырап тұр, бірақ мына кейінгі кездердегі бір талап бойынша соларды қазір қайтадан бері қарай шығаруға ынта бар ау деймін. Айтолқын апай, оныңыз дұрыс. Мынау сөз тігісін жатқызған кезде кейде жастың болсын, жасамыстың болсын, жас ерекшелігіне ішкі психологиялық өң әлпетіне қарай қарым-қатынасты ептеп, жылы сөйлесең жыланнен шығады, қатты сөйлесең кәпірдінен шығады деп қазақ бекер айтпайды ғой. Өзіңіз оңаша қалған кезде, өз өміріңізбен өзіңіз сұрақ жауап алмасқан кезде, қай тұсыңызға қанағат тұтасыз, қай тұсыңыздан өкініш байқайсыз? Қанағат тұтатын жақтарымыз, енді Аллаға шүкір, жаңағы бұның бәрі тәрбие ғой. Әлгі тал бесіктен шыққаннан бастап, сол үлкендердің тәрбиесімен шықтық, одан тұрмысқа шығып, үлкен бір әулетті өсіп өнген жерге келдік. Ол жерде де Аллаға шүкір, енді біз тек қана жұмыс істеп қойған жоқпыз, ағайын
туыстың арасын жалғастырып, тіпті ол бір ғана ел емес, екі елдің арасындағы елші сияқты қызметтердің оның барлығы өтті. Бала тәрбиеледік, Аллаға шүкір, өз балаларымыз жаман болған жоқ, жерге қаратқан жоқ. Өздері оқып білімдерін алды. Енді біз жаңағы мал жинап, алтын жинамасақ та балаларымызға тәрбие беріп, солар дұрыс бағытқа салдық. Сол бір Алланың бізге берген еселеп қайтарған нәрсесі, солар өз білімдерін өздері ел қатарлы, тегін, жаңағы өзіміздің мемлекеттік университетте білімдерін алып шығып, Аллаға шүкір, міне қазір отбасылы, жап-жақсы тәрбие беріп жатқан, олар да енді қазір ата-аналар. Қазір жаңағы кемшін тұстары дедіңіз ғой, өкінетін деген сөз. Қазір енді ол бір ғана үй емес, қазір енді біз ауылдың, тіпті жүрген жеріңнің кем кетістігі, неден қателестік, неге біздің кейінгі жастарда кейбір көп адамдардың көңілі толмайды деген нәрселерді қазір біз ойлана бастадық. Қазір бұл жөнінде түрлі қоғамдарда бар, қоғамдардан бөлек әрбір үлкен кісі өзінің айналасына аталы сөзін айтып, өзінің көргендігін айтып, тәрбиені осыдан шығармау керек екендігіне қазір кейбір жерлерден біздің жіберіп алған нәрселеріміз, өкінетін жерлеріміз осы. Десек те, енді Аллаға шүкір, кейінгі кезде соларды ақырын әлгі жылқыны жуастатын кезде арқанның бір ұшынан ақырын тарту керек дейді ғой, соқсап сол екінші ұшын ақырын тартып келе жатқан қазір жалпы біз емес, біздің айналамыздағы үлкен аналардың да қазір бір оянған кезеңі. Қазір бір түрлі қоғамдар бар. Мынау қазір Астанада біздің бір Айнұр Жүгінісова деген осы бір актриса болып істеген қызымыз өз кезінде алдына мақсат қойған екен, мен өзім осы немерелі болсам, өзім сол күні кимешек киіп, осы ұлттық құндылықтарды дәріптейтін қоғам ашам деп, сол немерелі болған күні кимешек басына салып, содан қазір артында мыңдаған адамы бар, қазір үлкен қоғам болып жатыр. Сол қоғам жап-жақсы мына қазақтың құндылықтарын дәріптеп жатыр. Оның сыртында қазір ауыл-ауылда, әрбір жергілікті мекендерде үлкен аналардың жүрген ізі білінетіндей болып жатыр. Мына бағана аналар деп атырмыз ғой. Өзіңізде анасыз, перзент өсірдіңіз. Бірақ осы буын алмасу процесінде көптен үйлердің қалыс қалып жататын, оны да айтып едәуір әңгіменің шылауына салып жатқандар да бар. Десе де азаматтық позицияңызды байқай келе бүгінгі қоғамнан үміттенетініңіз де жоқ емес. Бірақ сол үміт деген қаншалықты алдамшы дүние емес па? Ол алдамшылық та бар, енді бір жағынан жаңағы балаларға, жаңағы кейінгілерге кішкене мотивация беруде керек қой. Бәрін әлгі қараспанды су қалдырып, олай бұлай жаман дей беруге болмайды. Ол жаңағы қазіргі ата-аналар біздің балаларымыз. Мына қазіргі ұл қыз өсіріп, бой жетіп, енді келін алып, қыздарын ұзатып жатқандар, ол біздің балаларымыз қатарлы кісілер қазіргілерді. Сол біздің балаларымыз ғой. Сол балаларымыздың бойына біз еге алмай қалған құндылықтарымыздың, кемшіліктердің орны көрініп жатады. Оны енді ол біз алдымен сол кемшілікті өзіміз, соны алдымен өзімізге, бойымызға алуымыз керек, өзіміз соны мойындауымыз керек, және сол жерден бастау керек жұмысты. Өйткені барлығын кейінгілерге қалдыруға болмайды. Жаңағы жіберген кемшілікті енді кемшін тұстарын қуалап жетіп, соның орнын толтыруға тырысуымыз керек. Мемлекеттің негізін қалау үшін 3 ошақтың оты сөнбеу керек. Бірінші бастауыш мектеп, бірінші ата-ананың айрандай ұйыған отбасы, екінші бастауыш мектеп, үшінші жақсы ұстаз. Ұстаз Ахмет Байтұрсынұлының жақсы ұстаз алдындағы келген шәкіртін мен ертең болашақтағы ел мүддесін ойлайтын азаматтар тәрбиелеймін деп ұстаз болатын болса, оның ұстаздығы дарыны асқақтай түседі. Жақсы оқулық ол балалардың ой санасын биік әлемге, биік өруге жетелейді дейді. Жаңағы оқулық мәселесінде қозғадық, ұстаз мәселесінде қозғадық. Дегенмен сіз үнемі ата-аналардың жиналысына қаншалықты жиі барасыз, және сол ұстаздардан шабыттану бар, әсерлену бар, әттеген айлар қаншалықты жиі кездеседі? Ал енді мен қазір
балалар өздері бар еді енді кейде ғана былай қатысып қалам, әйтпесе керісінше мен көп бармаймын қазіргі жиналысқа. Бірақ жалпы мен осы мұғалімдерге көбірек бүйрегім бұрып тұрады. Мұғалімдерге талап та керек қой, әрине. Талап та керек, оның өзінің қарабасын өзін ұстауынан, жүріс-тұрысынан, ол да керек, талап та керек. Сонымен қатар біздің мұғалімдерден шынын айтсам мен көбірек үміт күтемін. Олар қарабайыр емес қазір. Барлығын жаңа технологияменен ұштастырып отыр. Тіпті кейінгі кезде қарап отырмыз, жасанды интеллекті де солар игеруге талап қойылып жатыр. Енді сол жасандылыққа көп кетіп қалмай, мына ұлттық құндылықтарымыз сол бойында қалады деген үміттемін. Жалпы мынау 90-шы жылдарда, әсіресе біз мынау 90-шы жылдар тоқырау жылдары болды ғой. Сол жылдары бір керемет мынау ұстаздардың арасында жалпы мынау тәрбие жұмысында бір керемет бір өрлеу жылдары болды деймін. Жалпы бізде экономикада барлығы құлдырау болып жатты ғой. Бірақ сол кезде мынау ұрпақты ұстап мектептің қабырғасын, төрт қабырғасын тіреп тұрған ұстаздар болды. Әрине. Ұстаздар болды. Сол заманына сай бізде мына Нұрқадыловтың кезеңі болды. Сол кездерде Нұрқадыловтың да өте жасап кеткені. Мына Атамекен деген бағдарлама жасады да, оның ішінде асар, мың бала, рухани уыз дегендерді берді. Ол дер кезінде сол кезде айтып отырмын ғой, экономикалық құлдырау болып, елдер аладорба арқалап, біздің аналар үйде отырған балалардың ата-аналары сөйтіп жатса да, мектепті ұстап ұстындарын алып қалған сол ұстаздар. Соларға мынандай ұрық берген біздің жаңағы жоғарғы жақтағы сондай бағдарламалар болды. Және сол кездегі құлшыныстар, білмеймін, менің айналамдағы жүрген мұғалімдер сол кездерде өте қатты жұмыс жасады. Солар қазірге дейін келеді. Мына сол кездегі патриоттық, мына тәуелсіздік алған жылдар еді ғой. Алғашқы кездері егемен деді. Оны біздің мынау көп кісілер талқылақтап, егемен деген не сөз? Ол кімнің егесі деген сөздермен таласып жатқан кезде мұғалімдер оған барған жоқ, жан тәніменен балаларменен жұмыс жасап жатты. Жоқтан бар жасап, қағаз алуға қаржы болмай жатқанда өзінің қалтасына бір тиын, екі теңгесін салып жүріп, осындай керемет армия жұмыс жасады. Солардың арқасында міне өздерің де сол кездің ұрпақтарысыңдар. Сол кездегі біздің ұрпақтарымыз жаман емес. Жаңа мен бір қызық айтам дедім. Сол кездері 98 жылдары мен осы Алматының төңірегінде бір ғылыми зерттеу институтының жаңағы ұжымы орналасқан бір шағын ауылда жұмысқа келдім. Сол кездерде мектепке келдім. Енді директор шақыртып алып та, олға келіп жатыр екенсіз, енді келіп осыған жұмысқа тұрыңыз, бізге қазақ тілінің маманы жетіспейді деп. Бірақ мен ол кісіге шынымды айттым, мен өзі жаңа қысылғанымнан қыз болдым дегенде, кезінде осы біздің жаңа оңтүстіктегі халықтық педагогикасы бізде мынау Талдықорғанда жүрген кезімізде нарынқолдық педагогтар осы халықтық педагогиканы неге жіберді. Іске қосты да, сол кезде біздің ауданда осын бір кішкене жаңғыртып, осын жоспарын жасап, соған жан аямай жұмыс жасаймын деп жүріп, мен сол кезде қазақ тілінің маманы болып шықтым. Енді бірақ кезінде ол мектепте менде физик болмады, орын болмаған. Жаңағы артық резервте тұрған 4 кісінің бірі болатынмын, содан мен қазақ тілге кетіп қалдым. Содан енді жаңағыны айттым ғой директорге, мен енді осылай дипломым жоқ, бірақ қазақ тілде мені бірнеше жыл сабақ беріп келдім дегенде, енді оны естіді ғой деймін ауылдың, содан мен қазақ тілінен сабақ беріп бастадым. Ол жердегі балалардың өзі қандай? Мектеп жаңадан қазақ мектебі болып ашылып келе жатыр. Сол жерде патриот мұғалімдеріміз болды. Надырбекова, Райгүл, Досбергенова деген кісі сол жерге мектеп мұғалімі болып, өзінің балалардың бәрі тілі шүлдірлеген, орыс тілінде тілі шыққан балаларды қазақ классына отырғызып алып келе жатқан класс екен. Сол кездегі класстың үлкендері 5-6 класс қана, 7 класс болды. Соларға жаңағыдай кірген кезде ана ғалымның балалары жүрген тұрғанның барлығын қарап отырады, кез келген жерде сұрақ береді. Жаңа қазақ тілден жаттығу тақырып өтеміз, жаттығудың барлығын мен жаңа ойдан, абайдан мысалдар келтіріп солай етем. Содан бір күні балалар мені сынақсы келді ғой деймін.
бір күн айтады ғой, әдебиет сабағы болатын, апай, осы абайды өтіп жатырмыз, абай менен кімнің, Мәдидің арасында қандай байланыс бар дейді ғой. Иә. Сонымен бұлар енді мені зерттегісі келіп тұр. Мына физик келіп сабақ беріп жатыр. Содан кейін айтам ғой, балалар білесіңдер ме? Кезінде Абайдың үйінде, бала кезінде үйінде Мауқай деген нағашысы Қаракесек. Нағашысы сол үйде солардың малдарына болысып жұмыс жасап жүреді екен. Сол үйде сол кісі жатқан кездері бір күні жаңағы Абай төсектен тұрып келе жатыр дейді, бір-екі шумақ өлең айтып келе жатыр дейді. Содан кейін, ой, сен не өлең айтып келе жатсың десе, анау Мауқай ғой маған бүйтіп айтты дейді. Ал шекең шақырады кел деп мұнда, ер Қазыбек қолдай көр қысылғанда деп айтып жатыр, мен оған бүйтіп айттым дейді. Менің әкем орта жүзге үлгі болған, сан мыңдаған наданды оқытып қылған молда деп жауап беріп келе жатырмын деп айтқан екен Абай. Білесіңдер ғой, сол Абайдың сол осы Қаракесекке түбі не болатынын, жаңа нағашысына күйеу бала болатындығын сол бір аян болған ғой деймін. Абайдың алған ділдәсі Алшынбайдың немересі ғой. Ал енді Алшынбай деп отырғаным жаңағы айтып отырған ер Қазыбек, жаңағы Қазыбек бидің шөберелері болып келеді. Ал енді Алшынбай менен кімнің, Мәдидің әкесі немерелес кісілер екен деп айтып бердім. Үндемей қалды. Ал енді сендер Абай туралы не білесіңдер? Айта қойыңдар. Иә. Деймін. Содан енді олар біз енді Абайды жаңадан оқып жатырмыз ғой дейді. Жарайды, жақсы. Болар енді өзі бұрыннан көрінеді ғой. Кезінде бір 10 жасқа толар толмас кезінде жаңағы малға да көз салып жүреді екен ғой Абай. Сөйтсе жаңа түйенің келесінің ортасынан бір екі аттылы кісі келе жатыр дейді. Соны жаңағыдай мына жақтан Абай байқап тұрыпты да жаңағы шауып барған ғой. Сөйтіп барған кезде бүйтіп айтыпты ғой. Кім екен деп келіп ем, түйе қуған, қатын ғой гүлдәрімен белін буған. Төркініңнің бергені жауыр айғыр, бауырыңа болайын бірге туған деп жаңағылерге айтыпты да кері қарай қайтып кеткен екен. Міне көрдіңдер ме, Абай сондай болған, сондай жас кездерінде, сендердің жастарыңда ол өлең шығарған екен. Бірақ негізгі поэзиясын кейін жазды ғой деп жаңағы сөйтіп балаларымның айтып отырғаным, сол балалар сол кезде жаңағы 5-6 класста оқитын бала жаңағыны маған сұрақ қойып отырған. Сөйтіп сол балаларменен, бала демей әлгі оларды бері қарай тартып, соларменен жаңағыдай кең түрде жаңағы сол кездегі жиналып тұрған жаңағы шабытымыздың барлығын сол балаларға салдық. Біздің барлық салған инвестициямыз сол балалардың көкірегіне ой салу, олардың кейінгі кезде әйтеуір ұлттың патриоты болу, адам болу. Оның ішінде жаңағы әдебиетте де, поэзияда да осы ғой айтылатыны. Тәрбиенің де негізі сол. Абай хакімнің мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, бар жоқты ертегіні термек үшін. Бердім жастарға бермек үшін деп келген дүниелерінде барлығында тұтас аманаттың. Аманат деген енді аманатқа қиянат қаншалықты хал қадірінше әйтеуір біздің көз алдымызда да күнделікті жүзеге асырылып жатыр десе де оның барлығын бат бетіп экран бетінде біздің тыңдармандарымыз өзі саралап та талғап та таңдап та жатыр. Бірақ тағы да бір алаңдататын дүние мынау көркем ойлы балалардың, талантты дарындардың шоғыр болып келетіні, үйір болып келетіні рас. Әр мектепте, әр ауылда бар десе де қаладағы дарындар мен ауылдағы дарындардың айырмашылығы жер мен көктей. Осы ауылдағы мен жақында ғана Нарынқолға бір үлкен кездесуге барған кезде ол жақта әрине электронды дүниелердің барлығы ауылға түгелдей жабдықталған, бірақ барлығына бірдей емес. Сол жердегі балалардың өмірге деген көзқарасын көре отырып, үлкен болашақтың үміт отын көргендей болдық. Сіздерде де сондай әсерде деп ойлаймын. Әрине, жалпы бұл жерде әрине мынау қазіргі жаңашылдықты енгізу бәрі жақсы ғой. Оның барлығына мұғалімдерді де әлгі ұзын арқау арқын етіп жібере қоймайды. Қазір мына облыста бар мұғалімдерді дайындау курстары бар. Сол жерлерде де бағыт-бағдар беріп тұру керек деп ойлаймын мен. Сол жерде көбінде мысалға сол жерге рухы күшті, дарынды деген жазушыларды, ақындарды, патриоттарды сол жерлерге көбірек шақыру керек. Кезінде өзім сол жұмыс
кезінде курстарға көп келіп жүрдім, кейде өзім сұранып келіп жүрдім. Оның үстіне директор менен біз екеуміз қатар жүрдік. Директор менен завучтың қайсысының курсы дайын болса, екеуміздің қайсымыздың қолымыз бос, соған келіп жүрдік. Сонда мен көп кісілерден әжептәуір тәлім алдық. Мынау бізде осы жерде Гүлтас Құрманбаева деген апайларың болған, енді кейінгі кездерде осы Британ университетіне сабақ береді екен деп бір жолы біліп қалдым. Енді сол кісілер деген жаңағы ол кісінің поэзиясы сондай адамды құлшындырып, енді рухани адамды байытып жібереді. Одан кейін бір парапсихолог лекторлары болды. Жаңағы жалпы не істеу керек? Мектептегі әрбір кісі тарих немесе саясаткер емес, тарих пәнінің мұғалімі емес, оның бәрі тәрбиеші ғой. Сонда көбінде мына тәрбиені ұстайтындар, шындығында да мына тарих пәні, әдебиет, қазақ тілінің мамандары көбінде осы тәрбие жағына көбірек ықпалы зор. Солардың бәрін қарап жүріп, жалпы содан көп не аласың, бағыт бағдар аласың. Сонда мен бір лектордан алғаным бар. Сол кездерде бір мен үшін жаңалық болды. Ол кез енді мынау тәуелсіздіктің жаңадан күш алып келе жатқан кез еді ғой. Сондағы жалпы біз мемлекетіміз мемлекет болып қалу үшін бізде ең бірінші территориямыз керек. Ол территорияға шақталған бізге соған лайықты біздің адам санымыз керек. Және одан кейін оның тарихы, оның мәдениеті, оның әдебиеті, әдет ғұрпы, мәдениеті, салт дәстүрі керек дейтін. Сондықтан да сол маған бір қатты бір әсер етті. Ал оғанға дейінде біз енді бала кезімізден жаңағы Шәмшінің әнін, кімнің Мұхтардың поэзиясын оқып, Фаризаның лирикасымен өскен балаларымыз ғой. Мектепте мысалға мен кімнің Мұхтар Шахановтың енді көп дүниесін менен жұмыс жасадым. Жаңағы көзге ілер-ілместей 5-ші, 6-ші, 7-ші, 4-ші класстан бастап солардың балалары менен үлкен дүниелерді соларға арнап, соларды қом көрмей, солар менен өткізіп жаттық. Және ол кісінің әрбір сөзі түйінделген пәлсапа ғой. Тіпті бұл кісінің 4 ана деген білесіз ғой, енді оны барлық жерде әркімге тоғы ұстайды. Менің әрбір тәрбие сағатымыз ол мұғалімдермен өте ме, ол келген кісілермен өте ме, ол ата-аналар жиналысы бола ма, ол балалармен жиналысы бола ма, біз 4 анадан бастайтынбыз. Және бізде мына фойені оформить еттік. Сол кездерде жаңағы мемлекеттің туы, елтаңбасы, әнұран тұрғаннан кейін 4-ші етіп мен Мұхтар Шахановтың сол 4 анасын жаңағы құдіретті бұл 4 ана тағдырының тынысы дегенменен аяқтап, 4 ана үшін болған күрестердің ұлысы деп келетін мен аяқта тұрып 4-ші стенд жасап қойдым. Соны әрбір бала, ой апай, біздің жаттағандарымыз тұр екен ғой деп айтатын. Ал енді ананы оқыған адамға рух бітеді ғой. Соны бұлай қарасаң енді мемлекеттік рәсімдерменен қатар тұруға ол қақылы ма, қақысы жоқ па, бірақ қанша бізге үлкен жоғарғы жақтан кісілер келіп жатты ғой, бір адам ескерту жасаған жоқ. Және бір қызығы, осыдан бір 2 жылдай бұрын біздің мектебіміздің бір мерейтойы болып, соған жан-жақтағы балалар шақырды, соған бардық. Сөйтсем жаңа кіріп барсам, жаңағы оң қанатта жоқ. Енді ойпырай, мынаны лақтырып тастадым екен десем, жоқ, керісінше төрге іліп қойыпты. Мына жоғары төрге жаңағы 4-еуін қатарластырып іліп қойыпты. Міне сондағы менің айтайын дегенім, жаңағы сіздің жаңағы кемшін тұстары бар ма деп осы жағынан болды ғой. Жалпы адам рухты болу керек. Әрине. Кімнің жаңағы Мұхтар Шахановтың да сөзі бар ғой. Жаңағы рухы мықты адамнан басқалардың әлгі адамын деуге қақысы жоқ деген сияқты етіп, енді тіліме келмей отыр. Сондықтан әрбір мұғалім, әрбір тәрбиеші, ол мейлі жоғарғы оқу орны бола ма, бастауышта бола ма, тіпті тәрбие бақшасында бола ма, олардың бәрі ұрықтанған, құндылықтар бойына жиналған адам болу керек. Тұтас бір энциклопедия ғалымдар болсын, шоғыр менген жазушы ақындар болсын, өнер майталмандар, айтыскерлер болсын,
барлығының туыс деп ұстаған бір шаңырағы ол Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен мынау Абай атындағы ұлттық педагогикалық университеттің шаңырағынан шыққан мықты майталмандар өте көп болды. Сол жерде ұстаздық еткен Тұрсынбек Кәкішұлы, Зейнолла Қабдолов, Зейнолла Серікқали, Барымғали Нұрғалиұлы, күні кешегі мысалы Тұрсынбек ағаның марқұм өзінің аяулы шәкірті болған Алма Қыраубай секілді адамдарымыз болды. Осылардың мінез болмысына, ұлттық тәрбиесіне, өмірлік бойына алған принцибіне қарай отырып, шіркін осындай мінезді ұстаздардың қатарымызда көп болса екен, олардың ізінен ерушілер де көп болса екен, сонда мемлекеттің тұтастығы бүтін болады деп есептейміз. Сіз де солай ойлайсыз? Солай ойлаймын. Енді көп дүниені сапырып, көп мәселелерді ортаға шығаруға болады десе де апай, өзіңіздің сүйіп оқитын, сүйіп ұстанатын қандай дүниелеріңіз бар? Автор ретінде қай шығармаларды біздің оқырмандарға ұсынасыз? Енді ұсынғанда дәл қазір мен көп жаңа нәрселерді оқып жатқан жоқпын. Бұрынғы классикалық дүниелер бәрі өлмейді ғой. Өзіміздің классикалық жаңа Мұхтардың 12 томы тұр. Соны балаларға сыналап беріп, Қаныш Сәтбаевтың кітабын кезінде алып қалғаныма шүкір деймін. Ол бар. Сондай жаңағы тіпті болмай жатса атасын кітапханаға жібертіп кітап алғызып жатамын. Енді көбінде Абайды көп қайтарып оқимыз. Және кезінде маған Абайдың жинағы қолыма түсіпті. Бір кітапханада кітаптарды лақтырып жатқан ғой, жаңағы неге макулатураға өткізіп жатырмыз. Апай, мынаның ішінен алатын кітаптарыңызды алып қалыңыздар деген кезде қолыма түскені 57 жылғы шыққан Абайдың өзінің барлық шығармалары. Соның өзін балаларға берем. Аналар енді өзінің қолынан жазған сияқты ғой, сары қағаз. Соның оқуының өзі бар. Соның кейінгі Абайдың қара сөздері бар. Соның кейінгі кезде Досжан Дүкенбай Досжанның бір жазып кеткен Абай туралы кітабы бар. Оны да қара сөздерді әр үйге біреуден қойып балалар оқыса екен деймін. Жалпы мына кейінгі кезде мынау мәдени майдан, жаңағы кімдерге көбірек көңіл бөліп жатыр ғой. Санжар Керімбай. Соларға да құлақ түріп қоямын. Жалпы шынын айтсам, енді кітап сатып алған жоқпын. Сол бар кітаптарды шығарып беріп, балаларға іріктеп оқытуға нем бар. Мүмкіндік бар. Әйтеуір өзімнің сақтап қойғанымнан алып беріп, мына жерді оқысаң, мына жерде мынадай нәрсе бар деп беріп отқан, оның өзі де бір қазына сияқты екен. Біз бір дүниені ескере кетуіміз керек, өйткені мысалы белгілі деңгейге жеткен мамандар болсын, кәсібилер болсын, өнер саласында жүрген қыз-жігіттер болсын, олардың қай-қайсысының бойында, өйткені елдің алдында жүргендіктен бүкіл қасиетте қасиеті өз алдына, бірақ ұлттың қасіретін, тағдыр танымын біле отырып, солар ұлтқа жанашыр ұйытқы бола отырып елдің алдына шыққанда сол позитивті көзқараспенен өзінің бет бейнесін көрсете алса, онда өзінің алдында отырған шәкірт те, оқырман да, тыңдарман да оның бойынан нәр алады. Сосындайды, өйткені көңілден су ішеді дейді апай. Сондықтан да ғой, енді олар деген көп оқу керек, көп іздену керек. Бір нәрсені айта кету керек. Біз қайта құру деген жариялылықтың кезінде жұмыс жасадық қой. Сол кездерде жалпы баспасөзде керемет материалдар шықты ғой. Өзім осы мұғалім болып келгенде жаңа ана тілі, қазақ әдебиеті деген газеттерді білдім. Енді мектепке келген кезде содан бастап жазғызып алатынмын. Және ол кезде біз елдер егемен Қазақстан, ол кездегі лениншіл жас еді ғой. Сондай газеттердің барлығы, мынаның барлығы бізге көп болып кетті десе, жоқ, мен солардан алып өзімше жазғызып алатынмын. Менің өзім келін болып түскен ортамда оқуға жақсы қарайтын, жақсы сауатты орта болып келді. Содан сол жылдары көп нәрсе алып қалдық. Сол жылдары лек-легіменен бүткіл бұрынғы жасырынып келген, тіпті мынау алаштықтарға қатысты болсын, жалпы мына Қазақстанның саяси, тарихи жағдайларына қатысты болсын, әдебиетке қатысты болсын, және жаңа деген екен деген сияқты сөздер болады ғой. Міне осындай сөздердің барлығы жалпы көп өте шықты. Соны біз дер кезінде оқып үлгеріп қалдық. Енді оның бәрін газет қиындысы етіп сақтай алған жоқпыз. Дегенмен соның барлығы бізге өте бір жақсы құндылықтар болып бойымызға сіңді ғой деймін. Сол сияқты әрбір адам ол
жаңағы телефон, интернет бетінде бола ма, баспасөз бетінде бола ма, солардың бәрін керек кезінде алып, жастау кезінде үлгеру керек. Мынау жаңа жастар деп отырғанымыз. Енді үмітіміз әрине жастарда ғой. Халықаралық деңгейде, жаһандық деңгейде жалпыласып жатқан әлеуметтік желі, интернет желісі және бүкіл технологиялық ақпарат құралдары мен адамның ішкі қажетін мүддесін орындап отырған түрлі электрондық құралдар бар, бірақ ол десе де адамның ғылыми дамуының жемісі. Десе де қатырма қағаз, қасиетті қалам деген ол қасиетті кітап, 4 кітап әуелден адамзат баласының қолтығына қыстырылған. Соның ең қасиеттісі Құран кәрім болып күні бүгінге дейін, қиямет қайымға дейін келе жатқан дүние. Пір тұтатын, бетбұрыс тұтатын, енді айта кетерлік абыз ақсақалдардан қалған өнеге ұшан теңіз. Енді ардақтана ақсамайлы аталарымыз алдымызда бар, солардың батасымен көгеріп көктеп өстік. Енді сіздерге тілейтініміз, барша қазақтың бағбаны болып аман жүріңіздер. Осы сұхбаттың өзінің халқымызға, елімізге, тыңдармандарымызға беретіні сүбелі. Сосын шығармашылық жолыңыз шырқау биікке көтерілсін апай. Сіздер өздеріңізді пенсиядамын демей, осындай ой бөлісейік, өзіміздің айтарымыз бар деуіңіздің өзі болашаққа деген үлкен сенім менен сергектіктің белгісі деп білем. Сосын амандық, саулықта болайық. Отбасыңызға аман, деніңізге саулық тілеймін. Ардақтаған құрметті көрермендер, осымен кезекті санымыз аяқталды. Амандық, саулықта жүздескенше, көріскенше.